Сәлеметсіздер ме? Еуразия технологиялық колледжінің қазақ тілі мен әдебиет пәнінің оқытушысы Әбдіқалықова Әйгерім Құрманғазықызы. Бүгінгі тақырып Абай Құнанбайұлының «Қалың елім, қазағым, қайран жұртым» өлеңі. Бүгінгі сабағымызда осы туындымен танысып, өлеңге сюжеттік талдау жасау арқылы идеялық мазмұнын ашатын боламыз. Ақын өлеңін кімге арнайды, қандай тақырыпта жазылған? Өлең неге қалың елім, қазағым, қайран жұртым деп аталған? Осы сұрақтарға жауап беру үшін өлеңнің бейне жазбасын тыңдаңыздар. Қалың елім, қазағым, қайран жұртым, ұстарасыз аузыңа түсті мұртың. Жақсы менен жаманды айырмадың, бірі қан, бірі май боп енде көрдің. Бет бергенде шырайың сондай жақсы, қайдан ғана бұзылды сартша сыртың? Ұқпайсың өз сөзіңнен басқа сөзді, аузымен орақ ұрған өңкей ғыртың. Өзімдікі дей алмай, өз малыңды, күндіз күлкің бұзылды, түнде ұйқың. Көрсе қызар келеді байдауы жоқ, бір күн тыртың етет, бір күн бұртың. Бас-басына бей болған өңкей қиқым, мінеки бұзған жоқ па елдің сыйқын? Өздеріңді түзелердей алмаймын, өз қолыңнан кеткен соң енді өз ырқың. Ағайын жоқ нәрседен етер бұртың, оның да алған жоқ па құдай құлқын? Бірлік жоқ, береке жоқ, шын пейіл жоқ, сапырылды байлығың, баққан жылқың. Бастами қолдамалға талас қылған, күш сынасқан күндестік бұздау шырқын. Оңалмай бойда жүрсе осы ғыртың, әр жердек жазылмай ма жаным тырқың? Қай жеріңнен көңілге қуат қылдық, қыр артылмас болған соң мінсе қырқың. Тыянақсыз, байлаусыз байқұс қылпың, не түсер құр күлкіден жыртың. Оғындырар кісіге кез келгенде, пыш-пыш демей, қалама ол дастартын. Бұл Абайдың саяси әлеуметтік лирикасына жататын сыншылдық өлеңдерінің бірі. Ақын қалың елім, қазағым, қайран жұртым дейді. Қайран тобықтым, қайран арғыным, қайран орта жүзім демейді. Осы мен өзім қазақпын, қазақты жақсы көрем бе, жек көрем бе? Егер жақсы көрсем қылықтарын қостасам керек еді деп жазады Абай 9-шы қара сөзінде. Бұл турасында Мұхтар Әуезов те жоғын жоқтап, мұңын мұңдап отырғаны қалың елі қазағы. Оны қайран жұртым деп бар жанымен ынтыға сүйеді деп жазған болатын. Қалың елі қазағына ақын не айтқысы келді? Ол үшін өлеңнің құрылысына назар аударсақ. Өлең құрылысы 2 бөлім, 30 тармақ, 11 буынды қара өлең ұйқас үлгісінде жазылған. Ендігі кезекте өлеңнің мазмұндық желісіне сай қарапайым жоспарымен таныстырып өтсем. Бірінші, қазақтың кескіні. Қазағым, елім, жұртым дей отырып, Абай халық басындағы мұңға қинала сөйлейді. Ақын алдымен көз алдымызға мұрты аузына түскен, бір ұрты май, бір ұрты қан қазақтың кескінін алып келеді. Екінші, қазақтың мінезі. Қазақтың ішкі әлемін, мінез ерекшеліктерін суреттейді. Іске жоқ, қу сөздің адамы, өзі сөйлесе болды, өзгені тыңдауды білмейді. Мылжың, бөспе, қырт, көрсе қызар. Үшінші, билікке құмарлық. Ақын ел ішіндегі адамгершілік жағынан да, мінез құлық жағынан да татымсыз топты, елдің сыйқын бұзып жүргендерді бөліп көрсетеді. Төртінші, ел бірлігінің жойылуы.
береке жоқтықтан дәулеті шайқалып, байлығы шашылған халықтың күйзелісін суреттейді. 5. Күндестік. Ұлттың бойындағы сордың үлкені күндестікті сынайды. 6. Мағынасыз күлкі. Жыртың мағынасыз күлкіге, малданған елдің соры биліктен айрылып, өзгенің табанына түсіп, құл болатынын ақын ашына зар етеді. Өлеңнің идеялық мазмұнына келетін болсақ, бұл шығармада тұтас халыққа арнап айтылған тереңде күрделі ойлар шерлі жүректен шамырқанып, толқып шыққан. Үлкен адамгершілік, қайраткерлік, оқымыстылық, биікке көтерілген ақын үні бірде айбарлы, бірде кекті, бірде мұңлы болып шыққан. Осымен біз бүгінгі сабағымызда ұлы Абайдың «Қалың елім қазағым, қайран жұртым» өлеңімен таныстық.